Аграрлық несие корпорациясынан жастарға арналған жеңілдетілген шағын несиені қалай алуға болады? Сіз Аграрлық несие корпорациясының кеңсесіне жолығуыңыз керек. Несиенің шарты келесідей. Несиенің сомасы 5 миллион теңгеге дейін. Жылдық сыйақы мөлшерлемесі 2,5%. Несие мерзімі басқа бизнес жобаларына 5 жылға дейін, мал шаруашылығына 7 жылға дейін. Берешек пен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдік кезеңі несиелеу мерзім ұзақтығының 1/3-нен аспайды. Қарыз алушыға қойылатын негізгі талаптар. Несие алуға өтінім берген кезде қарыз алушының жасы 21 жастан 35 жасқа дейін болуы тиіс. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген мерзімі шағын несиеге жүгіну сәтінде 5 жылдан кем болуы тиіс. Қарыз сомасын 100% өтейтін кепіл мүлкі болуы тиіс. Осы бағдарлама бойынша несиеге сатып алынатын мүлік кепіл мүлік ретінде қабылданбайды. Шағын несие беру процесі қалай жүреді? Аграрлық несие корпорациясының кеңсесіне құжаттардың толық пакетін тапсыру қажет. Берілген мәліметтер негізінде Аграрлық несие корпорациясы жобаға талдау жүргізеді. Осыдан кейін Аграрлық несие корпорациясы жобаны конкурстық комиссияның қарауына жібереді. Конкурстық комиссия жоба бойынша түпкілікті шешім қабылдайды. Конкурстық комиссиядан жоба бойынша 10 шешімін алған жағдайда Аграрлық несие корпорациясы келісімшарт дайындап, несие қаражатын қарыз алушыға аударады. Қарыз алғаннан кейін клиент шағын несиені нысаналы мақсатпен пайдаланғанын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Шағын несие бойынша жеңілдік кезеңі өткеннен кейін клиент қарызды уақытылы өтеуі қажет. Жастарға арналған шағын несие бағдарламасы бойынша құжаттар тізімін алу үшін осы бейнеде ұсынылған QR-ды сканерлеңіз.